Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Баршаңызға қайырлы күн. Бізде міне порода австралоп және де порода адлер. Қазір біздер бұларға жем беріп жатырмыз. Мінекей бидай, біздер строго бидай береміз. Мінекей тауықтар шүкір жұмыртқа туып жатыр. Қазір температураны қараймыз. Есетінде қойып кеткем. 10 болып тұр міне. Плюсовой температурада тұр температура. Ол дейтінде жақсы. Жоғарыда сондай температура 10-да тұр. Мана жоғары. Кеше түнде мына жерге ұрып қойдым ғой. Қазір төмен түстім. Жоғары 14 болып тұр. Төмені 10 болып тұр. Нормально. Мына жер нормально ғой. Енді қонақтайтын орындары ғой. Жерге қойсаң, жер уже басқа не көрсетеді деген сияқты ғой. Енді әйтеуір плюсовой температура тұр. Оған да шүкір. Мінекей. Шүкір плюс 10-да тұр. Тауықтар жұмыртқа туып отыр. Плюс 20 градус болса, тауық қараңызшы өте күшті болады. Уже тауықтар жұмыртқаға басуы уже жақсарады деген сөз ғой. Плюс 20-ға қарай, 25-ге қарай етсе, тауықтар уже балапан шығарып бастап кетеді ғой. Уже мынаң ішіне дейтін бар ғой. Жаз болып кетеді ғой, жаз. Осы бізде пока жаңалық. Кеше айтпақшы, жекеме шығып жұрттар сұрап отыр екен. Мана бір жемді беріп кел, басқа жемді берсек тауық тумай қала ма деп. О да енді жақсы сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Мысалы, бидайды беріп кел, мана помой или куриный рац бірден берсеңіз, тауықтарыңыз стресске түсіп жұмыртқа бермей қалуы мүмкін. Сол себепті мысалы, бидайды беріп келесте, помой жем шығып қалады ойден. Сондай жем шығып қалған кезде арасына помой мен бидайды араластырып берген дұрыс болады. Потому что куриный рац берген жағдайда арасына бидайды араластырып берген дұрыс болады. Витамин берсеңіз де, не берсеңіз де арасына бидайды араластырып беріңіз. Одан тауықтарыңыз просто стресс болып қалса, мына жем резко ауысып кетті деп ойлайды. Мысалы, қазір бидайды беріп келсек, бидай бермей куриный рац беріңізші. Ол тауықтарда жұмыртқа туу процесі уже азайып кетеді, потому что бұлардың жем несі ауысып кетеді. Потому что бидай тауықтар бидайды тез қорытады да, мысалы яшмейді тез қорытпайды. Сол сияқты, мысалы яшмейде 7 қабат болса, бидайды 3 ма, 2 ма, 1 ма сондай қабаттар дән ашатын ғой. Сол себепті бір жемді беріп кел, басқа жемді беретін кезде, или жем ауыстыратын кезде, манағыдай 50-50 қылып береді. Бидайды 50, ана куриный рац 50, сөйтіп 50-50 қылып тауықтардың барлығына беріп, алғашысында үйретіп алған дұрыс болады. Содан кейін дальше арғарта үйренгеннен кейін кедей береді. Видео қызықты болса, ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.